Сәлем достар, сіздер жан жануарларды ұнатасыздар ма? Дұрыс айтасыз, кім ұнатпасын? Бүгін біз сіздерге жан жануарлардың камераға түсіп қалған әртүрлі қызықты сәттерін ұсынатын боламыз. Ендеше бастайық. Сіздер тірі балықтарды өзен көлдерден, аквариумнан көріп жүрген боларсыздар. Бірақ адамдармен бірге супермаркет аралап жүрген балықтарды әлі көрген жоқсыз. Дәл осы жағдай Грузиядағы супермаркетте орын алды. Себебі супермаркеттегі аквариум абайсызда жарылып, ішіндегі барлық балықтар супермаркетке жайылып кетті. Тіпті кейбіреуі супермаркетті аралап жүр. Бұл балықтар бостандыққа шыққысы келсе, мына бұқа керісінше супермаркетке кіріп кетті. Әлде оны өздігінен ашылып жабылатын есік қызықтырды ма екен? Бұл бұқа супермаркеттің ішінде өзін жақсы ұстады деуге болады. Ештеңені қиратқан жоқ, бірақ біреу оған ұнамай қалған сияқты. Ал мына тышқанды қараңыздаршы. Тіпті бергісі келмейді. Осыдан кейін қалай мысық тышқанды жеп қоймайды? Бұл видео ақштағы Теннесси штатында түсірілген. Қылмыскер аю тапа-тал түсте қаншама адамның көзінше көліктің терезесін сындырып, ішіне кіріп тамақ ұрлап кетеді. Әрі қарай орманға қашып кеткен. Бірақ бірнеше минуттардан кейін аю дәл сол көлікке қайтып келеді де, тағы да ішіне кіріп кетеді. Ал адамдар болса зоопаркте жүргендей сыртынан бақылап жүр. Негізі қара аю адамдар үшін өте қауіпті жануар. Бірақ бұл аюға керегі басқа тамақ сияқты. Ол басқа тамақты алды да тағы да орманға қашып кетті. Дегенмен бұл жолы қайтып оралмады. Бұл аю жалғыз ұрлықшы емес, себебі мына шағала перчатка ұрлап бара жатыр. Сенбейсіздер ғой, қараңыздар. Бірінші ол дүкенге кіріп барлығын бақылап, көріп алды. Сосын перчатканы алады да ұрлап кетеді. Перчатка шағалаға не үшін керек болғанын мен де білмеймін. Ал мына құс дүкенге кіріп чипсы ұрлап әкетті. Айтпақшы, осы шағаланы қала тұрғындары біледі екен. Бұл оның бірінші ұрлығы емес, және оған Стивен деп ат қойған екен. Мына пілдердің қарны қатты ашқан болу керек. Себебі оңтүстік Африканың бір асханасына пілдер кіріп кетті. Столда отырған адамдарға қозғалмай отыруға тура келді. Себебі пілдер тамақтанған кезде біреудің мазалағанын ұнатпайды. Сөйтіп пілдер столдағы барлық тамақты жеп, әрі қарай өз шаруасымен жүріп кетті. Құдайы қонақ деп осын айт. Мынаған қараңыздар. Қарапайым дүкен. Дүкенге сатып алушы кіреді. Бәрі ойдағыдай. Бірақ кенеттен дүкенге тигр кіріп кетті. Пакеті де бар екен. Мүмкін бірдеңе алуға келген шығар. Содан соң жаңағы дүкенге кірген адамдар қорыққанынан қашып шықты. Бірақ бекер қашып шыққан сияқты. Себебі тигрдің алатын заты дүкенде жоқ болғандықтан өз еркімен қайта шығып кетті. Сіздерге осы видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Алдын ала рахмет.